Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге үгітпелі гата печеньесін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге қызықты әрі пайдалы рецепт болатынына сенімдімін. Сонымен бүгінгі тәттімізді жасауға кірісейік. 500 грамм ұнға 200 грамм 82% сармай саламыз. Сармай міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан болуы керек. Сармайды алдымен шанышқының көмегімен, содан соң қолмен ұсақтап аламыз. Сармай мен ұн осылай толығымен араласып болған соң, жарты шай қасық ас содасын салып, үстінен 200 мл кефир құямыз. Силиконовая лопатка немесе қасықтың көмегімен аздап араластырып алып, айранның қалған жартысын құйып, тағы да араластырамыз. Содан соң жұмсақ етіп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз да дайын болды. Енді оны орап, тоңазытқышқа 20-30 минутқа салып қоямыз. Осы уақыт аралығында гатаның арасына салынатын салмасын дайындайық. 170 грамм ұн мен қантты араластырамыз. Содан соң 50 грамм 82% сармай салып, араластыруды жалғастырамыз. Біздің салмамыз осындай болып шығуы керек. 70 грамм жер жаңғақты қабығынан ажыратып, блендер немесе оқтаудың көмегімен ұсақтап аламыз. Және де бір жұмыртқаның ағы мен сарысын осылай ажыратып аламыз. Дайын болған қамырды 2 бөлікке бөліп, үстелдің бетіне 5 минутқа тындырып қоямыз. 5 минут өткен соң, қамырды дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қамырды қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ, орташа жұқалықта жайылса жеткілікті. Қамырды жайып болған соң, жұмыртқаның ағына 1-2 шай қасық суық су құйып араластырамыз. Сумен араластырылған ақуызды қамырдың бетіне жағып шығамыз. Ақуызды жағып болған соң, гатаның салмасын салып, оның үстінен арахисті сепіп шығамыз. Гатаны видеода көрсетілгендей біркелкі етіп орап шығамыз. Орап болған соң, бетін осылай оқтаудың көмегімен аздап тегістесеңіздер болады. Бірақ қатты басудың қажеті жоқ. Рулетті орап болған соң, жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Пышақтың көмегімен немесе арнайы осындай кескіш арқылы кесіп шығамыз. Кесілген бөліктерді пергамент қағазы төселген листке орналастырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша печеньенің бетіне салманың аздаған бөлігін осылай себіп шықсаңыздар болады. Печеньені 170 градус температурада қызып тұрған духовкаға 30-35 минутқа салып пісіріп аламыз. Әркімде әртүрлі духовка болғандықтан, пісу уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ 170 градуста орташа температурада печеньенің арасы толығымен пісіп шығатын болады. Үгітілмелі гатаны міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса немесе жасап көрсеңіздер, комментарийға жазып қалдырыңыздар.
Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.